Алдыңғы видеода атап өткендей, еркектерге де көптеген иллюзия кішкентай кезінен айтылады. Әйелдер жайлы, олардың өздері жайлы. Мысалы, иллюзияның бірі, ер адам ешқашан жыламау керек. Бұл дұрыс емес, бұл өтірік. Как это жыламау керек? Кішкентай кезінде жылады ғой, барлық балдар бірдей жылайды. 7-8 жасқа толғаннан кейін балаға не дейді? Сен ұлсың ғой, сен баласың, сен еркексің, сен бізді бәрімізді қорғау керексің, сен жыламау керексің, сен воинсың деп балаға айтады. И бала өскеннен кейін ең қиын сәттерде и жыла алмайды, и не істерін білмейді, и вообще невроз болып кетеді. Или невроз болмайды, ішінде бәрін сақтайды да, барлық қиыншылықтар жұтып, бір уақытта инфаркт болып қайтыс болады. Или инсульт болып қайтыс болады. Инфаркт — это как раз сол эмоцияларды іште сақтап қалған еркектер, өз-өздерін еркін сезінбеген. Ал шын мәнінде біздің еркектер мен әйелдердің айырмашылығы неде? Адам ретінде біздің айырмашылығымыз жоқ. Біз адам болып жаратылғанбыз осы планетада. Құдайдың алдында біздің айырмашылығымыз жоқ. Құдай бізді бірдей жақсы көреді, бізді бірдей адам қылып жаратқан. Әр еркекте, мысалы, сіз еркек болып туылсаңыз, сізде әйелдің качестволары да бар. Әйел болып жаратылсаңыз, сізде еркектің де качестволары бар. Бұны инь-ян дейді. Ян бұл еркек энергиясы, инь бұл әйелдің энергиясы. Примерно, егер сіз еркек болып жаратылсаңыз, 15-20% әйел качестволарыңыз бар. Әйел болсаңыз, сізде 15-20% еркек качестволарыңыз бар. Егер сізде әйелдерде, мысалы, өзінің бизнесі болса, өзінің бір жақсы жұмыс істесеңіз, должность болса сізде, үй хозяйствосын жүргізсеңіз, көптеген бір шешімдер қабылдайтын болсаңыз, ішіңізде сол еркектік энергия бар. Ол 20%-іңіз сізге көмектеседі осы шешімдерді қабылдауға. Егер әйел адам 100% сол инь энергиясымен жүрсе, мысалы, ян энергиясы, еркектік энергиясыз болса, ол бір тряпка болып кетеді ол әйел. Өзінің пікірі жоқ, желаниялары жоқ, ешнәрсе істей алмайтын, шешім қабылдай алмайтын, жүрген бір сүмелек болып кетеді ол әйел. А так, еркектік качестволар, сол 20% энергиясы оған осы қоғамда өмір сүруге көмек береді. Оған армандарын орындауға көмек береді. Өз-өзін бақытты қылуға көмек береді. Ал еркектерде сол 20% әйел қасиеттері не береді? Сүйіспеншілік береді. Доброта. Әйелдерді, кішкентай балдарды қабылдауға көмек береді. Нәзіктік береді. Даже жұмсақтық емес, нәзіктік. Кімнің? Эрнесто Че Гевара деген революционер болған Кубада. Вообще өзі аргентиналық революционер. Кубада революция жасаған. 20 ғасырда соғыстан кейін, по-моему. Сол кісінің күшті цитатасы бар. Неғұрлым қатты болған сайын, соғұрлым ішінде нәзіктігіңді сақтаған маңызды. Нужно учиться быть грубее, сохраняя в себе свою нежность. Бұл не деген сөз? Бұл как раз сол әйел қасиеттері осы нәзіктікті береді. Осы чуткость, чувствительность, сезе білуге көмектеседі. Мысалы, интуиция еркектерге өте қатты керек. Шешім қабылдаған кезде интуиция керек. Қай партнермен жұмыс істейсің, қай жерге барасың, қай жұмысты таңдайсың. 2-3 жерде резюме қалдырып, сені шақырып тұрса жұмысқа, қайсысына барасың, қайсысында сен өзіңді күшті сезінесің. Осының бәрінде ішкі интуиция көмектеседі. Сонымен қатар әйелмен қарым-қатынас құрған кезде
әйеліне жылы сөздерді айта білу, дер кезінде құшақтау, ол сүйіктіңді жұбата білу, бұның бәрі осы нежность, осы нәзіктік көмектеседі осыны сезе білуге. Көп нәрсеге жеткен, жетістіктері мол еркектердің қаттылығымен қатар нәзіктілігі де өте көп. Интуициясы терең болады бұлардың. Өз-өзін қабылдай алады олар. Осы өз-өзін қабылдауға как раз әйел қасиеттері көмектеседі, көмек береді. Сонымен қатар, бүгін бізде вообще тақырып иллюзия жайлы, бірақ мен қасиеттер туралы айтып жатырмын да. Иллюзия ғой, бұл да өзің жайлы иллюзия, өзің қандай екенсің. Егер еркек 100% тек қана еркектік қасиеттермен өмір сүрсе, әйелдің қасиеттері сол 15-20% тұла бойында болмаса, ол еркек робот болып кетеді. Ол еркекпен не туралы сөйлесетінін білмейсің, онда еркектермен. Қандай әңгіме айтатыныңды білмейсің. Вообще қарым-қатынаста тұру қиын ондай адамдарда. Әсіресе военный адамдар сондай болуы мүмкін. Қатып қалған біреу енді сынбайтын. Кстати, ондай адамдарды оңай сындыруға болады. В смысле, қатып қалған затты тез сындыра аласың. Мысалы, майысып тұрған затты қатты сындыра алмайсың, тез сындыра алмайсың ғой. Вот. Әйелдер жайлы иллюзия. Еркектерде де тура сондай иллюзия, как и у женщин. Әйелдер ойлайды, что тұрмысқа шығу сол бірақ мақсат. Ал еркек тоже сөйтіп ойлайды. Тағы бір мощная иллюзия әйелдер жайлы еркектерде. Это то, что әйел, так как әйел үйде отырады, как будто әйел шаршамайды үйде отырған кезде, ешнәрсе істемейді, ол рахаттанып отырады. Типа бала-шағаға қарайды, үйде тамағын пісіреді, тәтті тамақтар жейді, өмірі рахат. Онда еркектерді почаще балдармен қалдырып тұру керек. Балдармен қалдырып, особенно вообще бір-екі күнге қалдырса, тым керемет болады. Әйел адамның үйде жұмысы тірлігі бітпейді. Күні бойы демалып жатамайды. Обязательно уборка болады. Обязательно тамақ пісірген кезде де, ол бала-шағаға қараған кезде ол тыныштық таппайды. Особенно бір баладан көп балалар болса, 2-3 балалар болса, болды уже там. Спокойно отыру деген болмайды. Әйел адам шаршайды. Шаршағаннан кейін демалу қажет. Бірақ бұл иллюзия еркектерде де, әйелдердің өздерінде де бар бұл иллюзия. То, что вот үйде отырып, мен бәрін успевать ету керекпін. Үй жұмысында істеп, тірлігімнің бәрін істеп, еще жұмысқа барып, в общем, бір робот болып кетеді. Как будто әйел адам, сол менің обязанностьтарым осындай дейді да, и сол обязанностьтарды істеу керек деп, соған қатып қалады прям. Сол әйелдің денесімен бірге сіңіп кеткен сияқты да, сол функциялар. То есть әйел адам өзі де өз-өзіне демалыс бермейді. Үй тірлігінен, бала-шағасынан, тіпті күйеуінен демалған маңызды. Демалу деген не? Барып, салон красотыға барып, спа-салонға барып, массажға барып келіп, подругалармен кездесіп, шопингке барып келу. Просто демалып келу, кафеге барып, бір өзін сол пирожныйды жеп, бір өзін тамақтанып, бір өзін целый шоколадты жеу. Оның бәрі әйел адамға демалыс. Поэтому бұл видео даже 100% еркектерге емес, и әйелдерге де болады, наверное. Әйел адам өз-өзінің демалысын құрастыру керек. Дер кезінде демалған маңызды. Шаршап, уже өліп біткен кезде демалу емес. Шаршамай тұрып, уже енді шаршайын деп атқанда өзіне демалыс бересің. Ваннаны толтырып, ваннада жату. Есікті жауып аласың, күйеуіне айтасың, балдарына қарай тұр, мені не беспокоить. Все, мен представьте, что меня нет. Все. И сол ваннада 1 сағат жатып, отырып, или комнатада бөлменізде жабылып 2 сағатқа, все, представьте, меня нету деп. Бөлменің ішінде өзің не істейсің, соны істейсің. Жатасың ба, шоколад жейсің ба, телевизор көресің ба, сотканды шұқылайсың ба,
просто жатасың ба, еш нәрсе істемей. Осындай уақыттар әйел адамға қатты қажет. Неге? Именно осындай демалыс кезінде энергия толады, энергия восполняться етеді. То есть барлық постоянно робот сияқты тірліктерді нон-стоп істей беру, постоянно одно и то же, когда үй картинкасы өзгермей тұрса, ми демала алмайды. Ми шаршап кетеді содан. Сондықтан разгрузка болған өте маңызды. Шығып тұру. Подругаларыңыз шақырса, ойбай, мен бала-шағам не істеймін, күйеуімді не істеймін емес. Бала-шағамды күйеуіне қалдырда, подругалармен шық. А потом, мысалы, осылай демалмай, қыздар, әйелдер өздері өз-өзіне демалыс бермей, сосын айтады, ой, мен күйеуім балаларға қарамайды ғой, мен күйеуім мұндай, анандай. Бұл дұрыс емес. Күйеумен сөйлесу маңызды, күйеуіне айту маңызды. Кішкентай кезінен, бала туылғаннан бері күйеумен бірге сол балаға қарау, баланы күйеумен қалдыру, табу амалдарын іздеу керек. Үлкен кісі болғаннан кейін, ересек болғаннан кейін, ересектің кішкентай баладан айырмашылығы неде? Ересек сразу шешім қабылдайды. Шешім қабылдау үшін варианттарды іздейді. Ал кішкентай бала не істейді? Ой, мен білмеймін, не істерімді білмеймін, ой, анандай, мұндай деп оправдание іздейді. Вот. Так что бәрі өзіміздің қолымызда, ересек адамның қолынан барлық нәрсе келеді. Еркектер қыздардың дамуына кедергі жасамайды біздің заманда. Қазіргі заманда мені көріп жатқаным, еркектердің көбісі ешқандай кедергі жасамайды. Өзіңді дамытқың келсе, өзіңмен жұмыс істегің келсе, істей бер деп осылай добро береді. Жұмыс істегің келсе, жұмыс істе. Істегің келмесе, істеме. То есть еркектердің қатып қалған позициясын сезіп тұрған жоқпын. Ондай қатып қалу жоқ. И иллюзия жоқ. Наоборот, мен қазір сезіп тұрғаным, еркектер әйелдердің дамғанын қалайды. Әйелдердің өз-өздерін ашқанын қалайды. Қазір сезіп тұрғаным, еркектер әйелдердің өз-өздерінің ішінде махаббатты толтырғанын қалайды. Еркектер қазір не сезеді? Әйелдердің көбісінің қасында андай крайностьтар, екі бұрышты крайность сезеді. Бір жағынан әйелдер вроде бы үйде отырғысы келеді. Еш нәрсе істемей, просто үйде отыру. Екінші жағынан, сол функционалды, тамақ пісіру, бала-шаға қарау, анау-мынау. Екінші жағынан карьераға талпынысы, енді құмарлығы чересчур қатты болып кеткен сияқты. Ойбай, мен қазір алға шығам, кетіндер, жол беріңдер деген сияқты. И осы екі бұрыштың қасында махаббат жоғалып кеткен сияқты. Махаббат, жылылық сезімі, бір-біріне түсінушілік, ыстық сезімдер жоғалған сияқты. Или ұмытылған сияқты. Үйде отыратындар, ал сен еркек маған бәрін әкел деген ой. Жұмысқа талпынғандар, ой, еш нәрсе әкелмей ақ қой, өзім ақ табам деген сияқты тема, да? Бірақ бұлардың екеуі де иллюзия. Еркектерге керегі, қажеті, қазіргі сезгенім бойынша, әйелдің өз-өзін сүйіспеншілік жағынан дамытқаны. Өз-өзін сүйіп, әлемді сүйіп, қоршаған ортасында өзінің еркекті сүйген, өз-өзін махаббатпен толтырған, еркекке сол махаббатты көрсеткен, андай жабысқан махаббат емес, типа ойбай, мен сенсіз өмір сүре алмаймын деген тема емес. Махаббат бұл еркекті аяу да емес. Біреуді аяған кезде біз ол адамды пәсеңдетеміз, ол адамның күшіне сенбейміз деген сөз. Ол өркөкіректік, как будто сен слабыйсың, мен сен қазір аяймын. Дұрыс емес бұл. Махаббат деген
бұл еркекке сену, оның жігерлігіне, оның күшіне сену, оның ересек екеніне сену. И оған бағыну, сол күшіне бағыну. Яғни бұл өз-өзін пәсіндету емес. Әйел адамның и еркектің екеуінің арасында айырмашылық неде? Әйел адам бұл үлкен энергия. Осындай жайылған энергия. Ал еркек бұл тік тұрған энергия. Алға басатын энергия. И еркек алға басу үшін оның моторы болу керек. Сол мотор ол әйел. Әйел өзінің сол сүйіспеншілігімен, өзінің позитивті өмірге, позитивті көзқарасымен, өзінің сыйлағаны, қоршаған ортаны сыйлағаны еркекке көптеген күш береді. Еркекке сен бүйт, үйт деген әңгіме айту қажет емес. Вдохновлять ету керек деген нәрсе қажет емес. Сау еркек, психикасы сау еркек, ол уже вдохновленный, ол уже біледі өзінің армандарын, не істегісі келетінін біледі осы өмірде. Қасындағы әйелінің жұмысы емес даже. Функциясы бұл әйел болу, өз-өзін сүю, өзіне сену, еріне сену. Дұрыс ойлау, позитивті ойлар. Менде каналымда как раз осы темаға өзін сүю жайлы видео бар. Астында ссылка қоям обязательно. И сексуалды энергия деген видео бар. Ол жерде де әйелдің энергиясы қандай екенін айтып өттім. Так. Ерлерге арнап видео түсірген едім. В итоге все равно қыздарыма түсірдім ғой. Қыздарыма жолдау болды ғой бұл видеода да. Иллюзиялар. Бүгінге осы, достар, видеом тым ұзақ болып кеткен сияқты. Мүмкін тағы да осы темада видеолар түсіретін шығармын. Көре жатармыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийда қалдырсаңыздар болады. Осы тақырыпқа ұқсас, может быть, бір сұрақтарыңыз болса, қандай тақырыпта тағы да видео көргіңіз келеді, тоже комментарийға жазып өтсеңіздер болады. Ең қызықтысына мен видео түсірем. Бүгінге осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.